Ассалаумағалейкум. Так, бүгін бізде реалити бойынша балдардың барын жинадық. Сұрақ жауап сауда жасау бойында қандай сұрақтар туындауы мүмкін? Клиентпен жұмыс жасап жатқан кезде именно бір андай айтып отырсың, бір сөзің жетпей қалады, немесе бір опытың жетпей қалады, тоқтап қаласың ғой. Соған байланысты сұрақтар дайындайды екенбіз. Қазір клиенттерін жіберіп алсын, одан кейін уже кішігірім сабаққа өтеміз. Негізі клиентпен жұмыс істеу бойынша негізі сұрақтар дайынданар дедім ғой примерно. А егер де ондай болмаса, не белгілерің келеді по бизнесу, сауда бойынша? Өзен таңдаңдар. Қатты громко айтасың ғой. Ура! Өткенде ше бір клиент келді да. Adidas ана жақтағы модельдер ғой. Сөйтіп мына жақта аяғы бүйтіп сыртқа қарай қисайтып тұрады екен да. Ананы келген кезде де тоже сондай болды. Не істейді, басады, аяғы сыртқа қарай шығып кете береді ғой. Соны айтады, мынау неге дейді да. Өзің аяқ киімде сондай ма бірақ? Өзінің аяғы да сөйтіп жүреді екен. Сыртқа басады. Мен де сыртқа басам. Менде спорттан не қалып қойған, мен сыртқа басып жүремін да өзім. Кішкене жүрісімде де кішкене сыртқа басам. Мен киген аяқ киім басқа адам кие алмайды да. Ол уже аяқ бұзылған ғой ол. Ол аяқ киімнен емес, ол аяқ бұзылған. Оған уже біздің кейбір аяқ киімдер точно тура келмейді, ол бір. Оған уже андай ортопедический ұлтарақ салу керек, ол біздің проблема емес, ол уже докторлардың проблемасы. Либо ондай қатты аяқ киім таңдау керек болады да, формасы. А оны кисе ол айтады ыңғайсыз дейді, потому что сыртқа басып үйреніп қойған ғой. Мысалы, мен де ана қатты формада аяқ киімдерді киетін болсам, ары кетсе бір 3 сағаттан кейін уже аяғым шаршай бастайды да. Ол аяқ киімнің нәрсе емес. Аяқтары дұрыс аяқтар келсе, ол нормально тұрады, короче. Сыртқа басатын, ішке басатындарға біздің аяқ киімдер олардың денсаулығын дұрыстап бермейді. Біздің аяқ киімдердің сапасы, біз усиление анау-мынау жатқанымыз, ол бұзылмаған аяқты ары қарай бұзып жүрмейді деген мақсат қой. Бұзылған аяқ, ол бұзылды ғой, значит, оны барып емдеп барып істемесең, массажбен анау біздің аяқ киім оны дұрыстап бермейді. Басында енді ұялдық қой басында. Өйтіп клиентке осындай зат ұсынып көрмегенбіз, қандай зат керек деп сұрап көрмегенбіз. Магазинде болдым, бірақ азық-түлікте болғаннан кейін ол жерде сен сұрамайсың, онымен сөйлесіп те әуре болмайсың. Ол керек затын алады, сен бағасын аласың да, ақшасын алып жібере бересің. Ал мұнда басқаша болды. Басында ұялу болды, кейіннен үйреніп кеттік. Клиентпен қиналған кезім, мындай ғана моментте қиналатын шығармын. Когда адам ештеңе түсінбейтін кезде ғана, түсіндіре алмайтын кезде. Ол адамға сен мынандай нәрсе көрсетесің, айтасың, ол нәрсе вообще қақпайды. Сен айтып отырған нәрсеңді. Сол кезде ғана қиналатын шығармын, бірақ ондай адам болмаған әзірге. Болмайды да деген ойдамын. Енді алғаштарында болды, мысалы, білмейтін нәрсені сұрап қалғанда, например, кейбір модельдер типа мынау қазір ыстықта киіп жүрсем бола ма, например, или сол сияқты сұрақтар болған кезде білмегеннен дұрыс жауап бере алмадым басында. Басында болды. Адамдар келген кезде бүйтіп сатушы болып енді көптен бері жұмыс істемеген соң уже басында қысылдым. Қазір шүкір нормально. Смело сөйлесе беремін. Жақсы сапада екен, қалай ажыратып бере аласыңдар дейді да соны. Қалай түсіндіріп бере аламыз? Оған бізде оған дейін не болды ғой, екі түрлі сапаны қойып жүрдік та. Қазір данный момент оны қазір уже ажыратып бере алмаймыз, потому что бізде бір-ақ сапа бар. Оны ертең дальнейшем сендерге чисто өздеріңе көрсетем. Біз оптовыйға барамыз ғой. Оптовый базар, ол тек қана жақсы сапа сататын базар емес қой, ол жерде әр түрлі на вкус и цвет қой, прям барлығы бар. Сол кезде уже мен сендерге оны түсіндіріп бере аламын. Қолдарыңа осыны сатамын, дәл осының 8.000 теңгелігін сатамын, орта сапаны, и одан төменгі сапаны сатамын. Сендер өздерің ұстаған кезде уже түсінесіңдер да оны. А былай данный момент осы неге мен осы P6-ны ұстай беремін? Любой модельді алатын болсақ, да, кез келген модельдің ең бірінші жақсы сапалықта мына жерде синтетик болмайды да, основном. Материалдар ұстаған кезде на ощупь жақсы. Көбі бүйтіп келеді да, мына іш жағы тігілген дейді. Ол ең арзан сапаға тігілген болады. Қазір қытайстар ол жағына уже бас жетеді, потому что арзан сапа, орта сапамен айналысатын адамдар ол білет, что ол маркетинг бойынша барлығы тігіліп тұрса, ол Вьетнам дейді, оригинал дейді. И любойның ішіне дұрыс жазыла береді да, Вьетнам, мынау QR. Мынау бізде оған дейін витринда болған. Мынау арзан сапа ғой. Мынау ше, бізде оптовый 4.5 теңгелік. Мынау біздің магазиннің сапасы да. Мынау оптовый 11-12 теңге тұрады, мынаусы. Чисто былай қарайтын болсаң, сыртын ұстаған кезде мынаның кожасы, кожа екенін көрінеді, мынаныңкі салафан екенін көрінеді. Ұстап көрсек кел. Қайсысын ұстап көрсең міне. Мына салафан екенін көрінеді, мынаның оптовый 4.5 теңге. Табанның рисункасы барлығы бірдей болады, а резинасына келетін болсаң, мына резиналар бүйтіп спокойно жыртыла береді да, кете береді.
мына резиналар мүжіледі, мына резиналар тесілуге бейім болады. Мынаның резинасын ұстаған кезде міне қолдарыңмен ұстап көрген кезде мынау мынаның разницасы бар. Одан кейін ішкі структурасы, мынаның материалы более хыба аралас болады, а мынаныкі прям жылтыр синтетика болады. Сөйт кете береді да ол. Мыналарға да бізде арзанға да мынандай не қоямыз. Мынаның материалы ең простой, ең андай отырып қалатын болса да 4,5 теңгелікке стоящий да. А мынаның ішінде уже дәл сондай подушкасы бар, бірақ ол қаттылау болады да. Қазір осының оригиналын да көрсетіп жібере саламыз ба деймін. Мына оригиналы. Міне. Мына киілген енді. Мына Ахмат деген жігіттің естіп қой енді. Мына оригиналы, иә. Міне. О оригиналы да осындай ваннаға отырғызылған, ол да пустой, бірақ пустойдың міне. Оның да асты пустой. Оригиналды көріп тұрсыңдар мына жерлеріне. Бірақ ол да осындай нәрсе отырғызған. Мына біздіңкі. Ол да пустой. Бірақ мынау енді мықтырақ жабысқан, иә? Біздіңкі мықтырақ жабыспаған. Біткен кезде міне ашылып жатыр да біздің мына жері. Бірақ енді мынау, например, 90 мың, 100 мың теңге тұратын болса, мынау 20 мың теңге. 5 есе арзан, мынау 2 есе арзан ғой. Міне сапалардың разницасы осы да, жігіттер. Каждый модельді сөйтіп түсіндіріп беруге болады. Мынаның да арзаны бар, мынаныңкі де бар. Любой модель, мыналардың да арзандары бар базарда ше. Сөйтіп осылай бөлінеді. Клиент келген кезде клиенттің өзінің киген аяқ киіміне қараймын. Сосын өзінің формасына, енді дене пішініне қарай келетін аяқ киімдері, кейбір адамдардың аяқ киімдері плоский болады, жалпақ болады, соған қарап соған келетін аяқ киім предлагать етуге стараться етемін. Негізі өзімнің тактикам бойынша клиентпен былай сөйлесем, клиенттер келген кезде оларға что андай адамның басын қатырмау үшін магазин кіреді, адам алдында примерно 200-ден аса модель бар ғой, аяқ киім түрлері бар. Сразу что бірден ана адам не нәрсемен келгенін білгім келеді, мақсаты қандай аяқ киім керегін. Сұраймын бірден, сізге қандай аяқ киім керек, спортивный аяқ киім керек пе, әлде күнделікті жүретін аяқ киім керек пе деп. Сонымен өзі адам бірден уже определить етеді. Маған спортивный керек еді, сосын сұраймын бар. Сізге қай жағынан, мысалы жүгіруге ма, залға ма, или просто мысалы бір кісілер спортивный аяқ киімді күнделікті киюге алады, что олардың жаңағы подошвасы жүргенге ыңғайлы, сосын жеңіл болады да, сол үшін олар спортивный аяқ киім киеді деген. Солайынан уточнять етіп аламын. Типа сіз спортқа іздедіңіз ба, или повседневкқа күнделік киюге, болмаса кешкілік серуенге, немесе бір кісілер бар, типа мен офиста істейтін едім, офиста отырамын деп ше, сондай аяқ киім сұрап келеді. Солардың айтуларына қарай аяқ киімдердің размерлерін шығарып береміз. Қалай түсінесің, аяғына қарайсың, бір ауыз сұрайсың, сізге қандай аяқ киім керек. Негізі көбіне өзім бұлай ойшалап, өз ойымша аяғына қарап сұраймын, сізге осындай кеде керек па, или осындай получасы жұмсағы керек па, спортқа керек па, или классика керек па деп сұрап аламын. Одан кейін барып керегін шығарамын. А так міне арзандыра тік қояды деген мін тұр ғой. Мынадан да төмен сапа бар. Анадан да төмен сапа бар. Бұдан төмен сапа уже Nike деген жазу, мынада мысалы Nike деген жазу дұрыс қой. Ода уже неке болып кетеді да. Аби бас болып кетеді. Ол уже слишком төмендерінде уже жазулар қисық болып кетеді да. Түсіндің ғой? Потом мынау уже, допустим, сендер алдында товар қабылдадыңдар ғой. Мысалы бізде каждый модель бір коробканың ішінде коробочный болып келеді. Мынау дәл сондай бір коробканың ішінде барлығы пакетте болады. Аның даже коробкасы болмайды. Бұл бір пакетке өз екі пар салынады да, пакет 6 штук, бірақ бір коробканың ішінде болады. Одан төменгілер даже коробкаға да салмайды. Потому что біз сол каждый коробкаға да төлейміз ғой. И сапа төмендей берген сайын, баға төмендей берген сайын, упаковкасы да арзандай бастайды. В общем, сондай ғой. Осы жігіттер, ол сапаға байланысты осындай әңгіме. Бірақ сендер оны уже сапаны түсіндіру, сендер оны сата келеді. Бірден келіп, там, например, саған келсе, кеше мысалы бір случай болды. Бізден өмірінде бірінші рет аяқ киім оптым алған жігіт болды. Өмірінде бірінші рет оптым закуп жасаған, 10-12 линия аяқ киім алған. Потому что біздің оптовый точкаға барған, солын алған. Сөйтіп товар алған, и айтады, клиенттер келіп жатыр дейді. Үйден сатып жатыр екен да ол. Клиенттер келіп жатыр, бірақ түсіндіре алмай жатырмын сапасын дейді. Айтам, брат, оны сен по-любому түсіндіре алмайсың. Ол жайлап адамның опыты келе түсіндіресің деймін да. Либо базарға шығу керек. Базарда опыт жинау тезірек. Мынандай магазинде отырсаң, мысалы бір кісі келді, одан кейін бір кісі келді, тек 5-6 кісімен сөйлесіп, сен опыт жинай алмайсың. Либо осындай сабақтардан өте беру керек, чтобы опыт жинап алуға ше. Чем енді адам өзінің қателігін үйренеді ғой. Бірақ ол аяқ киім сатып үйренеді.
біреуге бір ақ сатып жібереді, біреуге сатады, бір айдан кейін жыртылып қалды дейді, анау дейді, мынау дейді. Сондай опыттармен тезірек үйренесің ғой ше. Клиентке сапа біздің енді қазір магазинде тұрған сапа енді барлығы жоғары сапа болғасын, оригиналдан кейінгі сапа екенін түсіндіріп, мынау материал жағынан өте качественный екенін түсіндіріп береміз. Енді басқалармен салыстырған кезде мысалы бізде ең жоғары сапа тұра ғой, оригиналдан кейінгі сапалар деп. Бізде кесілген аяқ киімдер бар ғой, соны көрсетемін. И жаңағы инстаграмда айтамын, типа жоғары сапа болғаннан кейін барлығы қойылып жатқан 5 критерияның, мысалы Әлшер ағаның айтып жүрген 5 критериясын толықтай бізде аяқ киімде бар деп, сол жаңағы артқы усилениясын, табанын, барлығын түсіндіріп көрсетемін сол жерде. И болмай жатса жаңағы кесілген аяқ киімді біз табаны осындай деп, іші пустой болмайды деп көрсетемін. Әлшер ағаның үйреткен бойынша тур сол Әлшер аға қалай үйретті, тур солай түсіндіремін. Енді білмейтін жерлеріміз бар әлі, енді оны уақыты келгенде жайлап үйренеміз. Клиентке сапаны Әлшер ағаның опытымен, Әлшер ағаның өзім инстаграмдағы полный видеоларын қарап шыққам. Примерно Әлшер аға аяқ киім туралы қалай зерттеген, аяқ киім туралы қандай сапада, қай жері қандай, мысалы 5 критерий бар дейді аяқ киімде. Ол айтатын болсам, усиление подошваның пустой емес, наклон болу керек, аяқты қыспау керек, сосын амортизация болу керек аяқта. Аяқты ауыртпау керек қойшым. Осы 5 критерия бойынша алдымдарға түсіндірем. Мысалы, клиент кірді, өзі полу классика модель деп жүр, сен спортивный аяқ киім сатасың жалпы. Мысалы, оған біздің ешқандай модель келмесе, сұрау керек қой, сіз спортпен айналысқанда деген сияқты. Сондайға уже өткізу керек та. Сіз мысалы, ол айтады, маған мынандай аяқ киім керек дейді. Бізде ондай аяқ киімдер жоқ. Біз основном спортивный аяқ киімдер сатамыз. Тек кроссовка. Полу классика, там полу ботинка деген жоқ. Бізде бірақ мықты модельдер бар. Жүгіруге, күнделікті жүріске, аяқ шаршамайды, ана аяқ киімнен күнде киетін болсаң, аяғың шаршайды дегенге. Сондай әңгіме өткізіп алу керек та. Ол адамға ойлануға көп бере беретін болсаң, ол ойлана береді, короче. Допустим, кеш біреуің келіңдерші, аяқ киім алуға мысалы да. Мына жігіт аяқ киім алуға келді. Түрі алатын адамға ұқсамайды деп бастағансың ба? Допустим, ол да негізі ол полу классика іздеп жүр да, мысалы. Полу ботинка, полу классик бағанағыдай модель іздеп жүр. Оған айтасың да, сіз немен айналысасыз да, например. Сондай сұраққа өткізесің, ол айтады, например, күнде офиста отырамын, арасында жүгіруге, күнделікті жүріске негіз кроссовканың қалу болады. Көбінесе адамдар, көбінесе кроссовка киеді ғой. Полу классика, полу спорт деген ол основном жұмысқа келеді. Бізде мықты модельдер бар, және де бізде қалада ең арзан баға. Уже сондай әңгіме өткізу керек та оны. Ол жоқ, мен полу классика іздегенмін, негізінен полу классика іздегенде тұра беретін болса, бізде ол модель жоқ деп тағы да бір есен түсіріп қойған жақсы. Бізде ондай модельдер вообще жоқ. Бізде тек қана спортивный модельдер. Қаласаңыз кроссовка таңдап берейін сізге. Потому что сен онымен жүре беретін болсаң, ол жүре береді, короче. Аяқ киім таңдайсың ба? Кетті ол. Любой бір аяқ киімін таңдап баста, көрейік. Техника үйрендім. Бірінші адамға жағымды сөйлей білу, көңілін таба білу, оған ұнамаған кроссовканың ұнайтын жағын түсіндіру, оның жақсы жағын түсіндіру. Мысалы, мынаның табаны қалың ғой деп тұратын кісілерге бұның жақсы жағын түсіндіру, оның аяқты шаршатпайтындығын, тізеге күш түспейтіндігін, соларды түсіндіріп, жақсы кроссовка туралы жақсы жағын көрсетіп, түсіндірген клиентке ұнайды деген ойдамын. Жаңа техника айтып өткендей ғой, адамдармен сразу тілдесем, сразу неге деген сұраймын, қандай модель ұнады мысалға, аяқ киім не баланс, сұраймын адаммен прямой сөйлесем, типа сіз осы уақытқа дейін қандай аяқ киім кидіңіз, қандай аяқ киім киіп көрдіңіз, уже адам солай айта бастайды, типа не баланс кигем, я күшті болды кезінде, бір жыл бұрын не баланс киетін едім, қазір Nike киіп жүрмін, бірақ негізі не баланс Nike да киемін, осы модель ұнайды деп адамдар өзі кіргеннен бастап өзіне қандай аяқ киім ұнататынын айта бастайды, солай өзіне ұнайтын аяқ киімдерді предлагать етеміз ғой. Мысалы, New Balance сұрап тұрған адамға барып басқа бір Adidas-та тықпаймын, предлагать етпеймін да. New Balance бұл, New Balance жаңа түрлері бар, New Balance 730 бар, 2002R модельдері бар. Осы аяқ киімдерді уже новинки светтерді сразу көрсетіп, осылар новинки бізде жаңадан келген аяқ киімді киіп көрсеңіз болады деп солайынан. Сонда техникамен солай жұмыс істеймін негізі. На опыте келіп отыр, былай адамдармен сөйлесу, әр келген адам өзі сөйлесетін адам болады, сөйлеспейтін адам болады. Кейбіреулер өздері бүйтіп қарап өздері алған жақсы көреді мысалы адамдар. Онда өтір түсінгесінде уже қатты бүйтіп навязывание жасамайсың да. Ал егер сөйлесіп бүйтіп ақылдасатын біреуға, олармен уже түсіндіріп, кәдімгі аяқ киімді айтсам былай общий язык табу білу керек адаммен. Сол Әлшер ағаның көрсеткен лайфхагы бірінші өзі айтқандай типа екі аяқ киім
әуелде қайсысы ұнайды қайсысы ұнамайды соны алып тастап типа өзінің типа видіне түріне жарасатындай примерно соны ұсыну. Кез келген адамның күнделікті киіміне қарап примерно түсіне беруге болады, қандай аяқ киім іздеп жүргенше. Осы аяқ киім. Өзіңізге қараса, брат? Өзіме. Аха. Так, примерно 41. Немен айналысасыз жалпы? Сол видеографпын ғой. Видеограф? Көп жүремін негізі. Аяқты Көп жеңіл жүресің. бір аяқ киім болса. Мынаның табаны онда сізге шаршатады. Тапшасы. Целый день камера ұстап жүресе, получается. Иә. Әртүрлі жерлер болады, тауық ашып кететін кездер болады. Мына аяқ киім жалпы для вида жақсы, қаланың ішінде жүруге жақсы, бірақ беті сетчный, андай жел өткізеді, ауа өткізетуге жақсы, бірақ та күнделікті жүріске, мысалы мен мынаны пырлап кеткен едім. Бізде мынандай модельдер бар да. Адидастардан бар. Күнде жүруге мына табанын қарасаң, табаны жұмсақ. И мынадан аяқ шаршамайды. И осындай моментте өзіңнің киген мүмкіндігің болса, опыт айтып жүресің. Мен аны 2023 жылы өзім біреуін алып кидім. Именно Умраға деп алдым да. Умраға барған кезде күніне 10-12 километр жүресің. И ол жерде де андай не жоқ қой, таңданбайсың ғой. Анда барасың, мында сол уақытта именно осы аяқ киімнен мен аяғым шаршаған жоқ. Осылардың бізде әртүрлі түстері бар. Мына жерден бастап осы до конца қарайтын болсаңыз, осы модельдің түстері бар. Осындай сияқты сеточный вариант бар ма қазір? Жаз ғой. Сеточный. Бізде жалпы Алматы қаласы енді чисто сет киетін қала емес, арасына жамбыр жауып тұрады. Болып қалады. Мына модельдер жалпы жақсы. Бұлардың ішінен андай тряпочныйлар бар, полный сетке емес. Мысалы, мынау жамбыр өткізбеуге жақсы болса, мына модельдер уже беті тряпочный да. Енді кондиционер сияқты ауа өткізеді деп айта алмаймын. Бірақ та аяқ демалып тұрады. Магазинде я в принципе күнде сатчың аяқ киім болсын уже жаттап үлгердім в принципе. Ұнайтын модель маған былай спортивный модель жағынан мысалы зумикстар жақсы, табандары жұмсақ болып келеді, мысалы жүргенде бүкіл отзывтар жақсы да, мысалы өзіме де ұнайды киіп көрген. Ал повседневка жағынан P60 моделі күшті болып келеді. Бір-екі New Balance модельдері бар, 990 солар аяқта әдемі көрінеді. Жаттап жатырмын, маған жүріске негізі New Balance пен P6000 жеңіл, андай сетчный, осы жазға ыңғайлы өте. Магазиндерден айтып өтетін болсам, Nike қой, мен өзім түсінгенім бойынша Nike. Бірақ осы уақытқа дейін New Balance деген аяқ киімнің бар екенін вообще білмеген екенмін. Жалпы көшеден көресің, былай қарайсың. Қазір аяқ киім темасына қалай кірдім, солай аяқ киімдердің түсіне бастадым ғой нелерін. Қандай модельдің қандай шығу тарихын түсіне бастадым. Мысалға New Balance'ның шығу тарихын, Nike'ның шығу тарихын түсіне бастадым. Қалай, не үшін олай жасалған деген сияқты. Мен өзіме Nike'ның ішінде именно айтатын болсам, жүгіретін, тренировкаға киетін болса, ZoomX моделі точно вот соны алуға болады. Сосын екінші модель, аяқ магазинде тұрғаннан кейін киіп көре бересің, аяқ киімді қалай болады деп. Nike P6. Осы P6 вот четко модель. Өзім бұйыртса біреуін киіп бастап жатырмын аяқ киімді. Толық 100%-ың бір 90%-ын жаттадым деп айта аламын. Nike ZoomX алдым, өте ұнайды, өте керемет. Келген адамға да сұрайтын болса, өзім киіп жүрмін деп ұсына аламын, смело айта аламын. Аяқ шаршамайды деп өзім тауға да сонымен шығамын. Одан кейін біздің кеп ең жаттанды кроссовка бізге P6000 болды. Көбіне летний вариантқа соны ұсынамыз. Жалпы енді прям сетке киемін дейтін адам болса, мысалы мен бүгін сандали киіп жүрмін, аяғым одан да терлеп тұр да. Қатты ыстық күні любой кроссовкадан аяғың терлейді, брат. Бірақ мынада аяғың жайлы болады, потому что сен айтып тұрсың өзің, тауға мүмкінмін, кез келген жерде барып, мысалы сен түсіріп жатқан бір инстаграмщигіңді артынан жүру керек болады, аяқ шаршамау керек. Сол мақсатта осы жақсы. Аяғым терлейді, ыстықтайды дейтін болсаң, онда бізде сетчный мына модельдер бар да. Қазіргі новинкалар. Бұлардан да аяқ шаршамайды. Грубо көрінеді деген түрі. Грубо көрінген кезде аяққа кигенде четко томпайып тұрады ғой. Лисянг болып тұрады ғой аяқта. Просто менде шалбар зауженный ғой, сол үшін сәл тонкий варианттар бұл сен аяғың ондай үлкен емес қой. Егер де сен шалбарың зауженный болып аяғың 44 болса, ол нефтен болып тұрады да. Сен аяғың 40-41. Мынау аяқта әдемі тұрады. Киіп көру керек қой, брат. Кигеннен кейін сынасың мына модельге. Вообще New Balance дегендер негізінде олар кроссовка шығаратын бренд емес та ол. Изначально олар ұлтарақ шығарып бастаған ғой. Анатомический ұлтарақтар шығарып бастаған да. Одан кейін ұлтарақтар датау адамдарға пайдалы болғаннан кейін олар кроссовкаға өткен. Негізі мына аяқ киім, вообще бұлар енді біздің Қытайдың подделкасы болса да, максимум соны полностью оригиналный бірдей қайталауға тырысады да. И мына аяқ киімнің полный анатомиялық жағы дұрыс та. Көрдіңіз бе? Майтабан қылмайды, мысалы көп жүрген кезде нагрузка жағы полный расчетталған. Киіп көрсе аяғыңа. Бізде қандай размер? Сенің размерің, киіп көр. Полный. Сәл қысып тұр екен.
қысып тұрғанда брат, мен размерін шығарып беру сізге 5 секундта, сіз моделін қараңыз, чтобы мен складқа ары бері жүгіре бермес үшін ше. Просто моделін қарап алыңыз, егер де түрі сізге көңіліңізден шықса, оның мен сізге размерін дәл сіздіңкін шығарып беремін. Бағана заужный шалбарға деп айтып жатсыз ғой енді. Мен примерно бір 15 күнде басында былай интересоваться етпедім аяқ киімдерге, былай қарайсың, көресің, мынау мынандай екен ғой деп. Ал қазіргі уақытта уже сыртқа шыққан кезде, мысалы көшеге шығамын, базарға барамын, или торговый центрлерге жүрген кезде уже адамдардың аяғына қарай бастайтын болдым. Қараймын, мына аяқ киім мынандай екен. Көп адам аяғына қараймын, мынау мындай екен деп уже көзбен уже оқи беретін болды. Қарайсың, уже магазинде аяқ киімде жүргенде уже адамдардың аяғына қарайсың ғой сразу. Басындағы 15 күнімді негізі босқа өткізген сияқтымын, потому что сол кезден бастап аяқ киім түрлері туралы зерттеуге тырысқан жаңағыдай. Сол аяқ киімнің шығу тарихы бар, қалай жасалады, қандай айтып жатырмын ғой, аяқ киімдердің әрқайсысы әртүрлі техникамен жасалады. New Balance бөлек, Nike бөлек, Adidas бөлек, On Cloud деген модельдері бар, Salomon деген модельдері бар, сосын общем Humto бар, общем осылардың барлығының жасалу техникалары әртүрлі ғой. Адамның аяқ киімі әртүрлі болса, тоже аяқ киімдер әртүрлі, и вот сол әркімге әртүрлі аяқ киім сәйкес келуі мүмкін да. Сату бойынша адамнан ұялмау, барынша адамның көңілін табу білу. Сол бастысы адамнан ұялмай, не керектігін сұрай білу, соның ішіндегін біле білу, сол адамның не айтқысы келіп тұр, соны шығара білу. Мысалы клиентке келгенде ақта, клиентпен сөйлескенде, мысалы айта қорықпай, мысалы өзің ішіңде бар нәрсені айтып көре беру. Мысалы ұнады ма, ұнамады ма, сізге размер келді ма, например, ол былай тұрады, мынау сізге болмай тұр деген сияқты нәрселерді алып өзімде үндемей қалмай сөйлей беру. Адамдармен ашылып сөйлесуді, бүйтіп кішкене ұялмай, етіп сөйлесе беруге. Соған уже сондай кеңес беремін, ұялмауға ондай. Айнаға тұрып қара беріңіз. Модель қалай болып тұр жалпы? Аяқ киім жалпы ше? Ол енді бір аласың, жаз бойы киіп шығасың. Бірақ жаз бойы бір трикомен өтпейтін шығарсың енді. Триколар ауысып тұрады, арасына джинсы киесің. Мынау тақалып тұр, ол созбады ғой. Жоқ, мен сіздің размеріңізді беремін. Жоқ, білем, негізі да. Жоқ, жалпы аяқ киім, кез келген аяқ киім бізде базарда тығып үйреніп қойған ғой, кеңейіп кетеді деп. Аяқ киім кеңейген моменті шешіңізші көрсетейін сізге. Кез келген аяқ киім кеңейді дегені ол примерно ұлтарағын алып тастаған ситуациямен бірдей болады. Егер де осы ұлтарағын алып тастағанның өзіне басы тіреліп тұрса, ол онда одан артық кеңеймейді. Просто ол кеңейді деген ұлтарағы отырады, жанындары чуть-чуть отырады. Аяқ киім ұзарып кетпейді. Егер де ұшы тіреліп қысып тұрса, ол одан артық кеңіп кетпейді, короче. По-любому қысып тұра береді. Не дегенмен аяқ киім ол ең бірінші удобство ғой. Күнде ол аяқ киіммен видео түсіріп жүретін болсаң, саған удобный аяқ киім керек болады да. Мынау қазір по-любому ұшы тіреліп тұр ма? Қазір окей, тіреліп тұр екен. Жоқ, по-любому ұшы тіреліп тұр ма қазір? Бірақ мына жері босап кетті. Босады. Потому что ол отырса тек жандары отырады, чуть-чуть андай босайды да, бірақ ұзындығы ұзармайды, көрдің бе? Сол үшін өзіңнің размеріңді алған жақсы да. Жалпы модель қалай? Жақсы демекен. Негізі осы модель маған өзіме де қатынайды деп, ары қарай тағы бір ключевой моментті жүргізеді. Ана Қарақбай деген жігітті көрдіңіз ғой, Иә. Например, сіз Ирина Хайратын деген группаны білетін шығарсыз. Сол группада Алдияр деген, Алдик деген жігіт бар. Соның аяғынан дизель деген аяқ киімін кесіп, оның орнына ол өзі осы 740 алды. Былай қарасаңыз, біздің Қазақстанның медийный адамдарының өзі осы модель таңдап жатыр. Ең әдемі модель, новинка болғаннан кейін көзден көргенде Басқа цветка, соның басқа цвет та. Бізде оның 3 цветі бар. Примерно именно сіздің аяғыңызға цвет алды ол Алдияр. Сода ол оригинал, сіз поделка болса да дәл-медәл сол модель, онымен салыстыра береді адамдар. Деп сөйтіп таға бересің ғой. Бұның бағасы бізде не бар 27 мың теңге тұрады. Мен сол видеодан байқадым, оған 86 мың теңге алып берді да. Сөйтіп кете береді да. Түсіністер ме? Любой кезде ана мысалы өзіңнің опытың тықтың, мынаған келіп басқан тықтың, әңгіме деген сөйтіп жалғаса береді да. Ана модельді вообще ұмыттырып жіберу керек қой. Мына модельді бірінші бір айтқан модельді ол ұмытып кету керек қой. Алдындағы айтқан сабағым ғой. Қолыңа ұстатып қойып жүре бермейсің, бір модельге отырып алып соны айтасың, ұнамай қалды ма, уже онды алып тастайсың да. Келесінен көше бересің, короче. А егер де сендер алдында айттым ғой, 3-4 модельді алдына қойып отыра беретін болса, ойлана береді. Негізі до конца добивайтсың, ол мына модельді алып кетуі мүмкін. Негізінде. Басқа модель как будто бұл жерде 600 модель, 500 модельдің ішінде, оған басқа аяқ киім как будто не существует сияқты жоқ қазір данный момент. Ешқалай жанына қарап отқан жоқ, например ше. Бір модельді до конца қыздырасың ғой. Бар білгеніңді айтып ше. Алдау жоқ. Вообще алдау деген ол дұрыс емес. Саудада алдау жоқ. Бағанағыдай кеңіп кетеді, братан, қысып тұр, бәрі нормально.
кең киген кезде ол тек жандары босайды. Ұзындығы ұзармайды. По-любому. Киімдері сол ғой. Ұзарып кетпейді киім. Киім кішкене босайды, тізесі шығады деген жоқ. Босайды да. А былай аяқ киім кеңіп кету, қысып тұрған аяқ киім кигізіп жүру деген жоқ. Қатты дизайнына қатты қарамай, аяққа жайлы тұратын, аяқта көбіне шаршатпайтын аяқ киімдерді кеңес беремін алуға. Аяқ киім таңдаған кезде сол Алишер ағамыздың өзі инстаграмын көрген адамдар келеді көбінесе. Целом любой адамға негізі сол денсаулыққа зиян келтірмейтін аяқ киім алуға кеңес беремін. Подошвасы бәрі полный, артында усилениясымен, омыртқа бәрі жақсы жұмыс істеу үшін. Мысалы көп жүретін болса Джордан алып алсам мысалы табаны ауырады, например. Сол сияқты өзіне табаны жұмсақ ыңғайлы аяқ киім таңдауын ұсынамын. Жүрісіне, например, отырысына. Адамға не керек сұраймын ғой. Мысалы адам біреулер келеді да, брат, мен осы болса доставкада жұмыс істейтін едім. Күніге мен 10 сағат 12 сағат жұмыс істеймін деп айтады. Өзім түсінемін, брат, саған ендеше мына аяқ киім дұрыс деймін да. Жаңағыдай Zoom X моделін P6 деген модельдерді предлагать етемін, потому что олар аяқта жеңіл тұрады. Прям аяққа киген кезде енді андай вообще аяқта жеңіл тұрады ғой, аяқта білмейді. Вот, түсіндің ба? Ал біреулерде қарайсың, тұрады да аяғын андай қысатын аяқ киімді киіп алады, андай. Біз аяқ киімдер бөлінеді ғой, күнделікті кигенге болады, андай повседневка, сосын жүгіргенге арналған, сосын одан бөлек андай бір болады ғой, бір аптасына бір 2 рет бір жаққа бір отырысқа шығатын кезде киетін аяқ киімдер болады. Біреулер сондай аяқ киімді келеді де жұмысқа киіп алады, сондай аяқ киімдерді. Ол тұрады, аяғын ауыртады, аяғын ісіреді, аяғын қажайды, тырнақтары өсіп кетеді, тырнақтарын біледі ғой, бір аяғын қысып тастайды. Вот сондай сөз адам в общем некомфортно сезініп тастайды ғой. Уже ана аяқ киімді көрген кезде сен өміріңнен түңіліп кетесің ғой. Қазақта мындай сөз бар ғой, өмірдің кеңдігінен не пайда, аяқ киімің тар болса дейді. Вот сондай ғой негізі. Сол үшін адамдарға сразу түсіндіріп, аға аяқ мысалы сұраймын, аяқ киімді кигіздім, тар бірдеңе бауырына же қысып тұр деп бірден аға бұл аяқ киім сізге керек емес. Вообще айтады, бауырына аяқ киім күшті ұнап тұр маған, 42-ші размер, менің несі 43 еді, бірақ 42-ні кие берсем болады деген кезде аға аласыз, кәдімгі аласыз, ертең киесіз, 2 күн киесіз, 3 күн киесіз, 3-ші күнде аяғыңызды қыса бастайды, одан бүкіл өміріңіз нерв ете бастайсыз, адам нерв еткеннен кейін бүкіл жан-жағына әсер ете бастайды, в общем өмірі фырт кетеді да. Мелочь бірақ сонда да әсер етеді. Сол үшін сразу айтамын, керек емес. Аяққа удобный аяқ киім предлагать етемін, в общем. Возможность бар болса, аяқ киім, четко аяқ киім кигенге советую. Ұнаған аяқ киім не істейсің? Просто сен өзіңнің неңді етесің. Егер де ол сенің неңді қабылдаса, ол алады. Қабылдамаса тағы қандай бар дейді. Ұнамады ма дейді. Ұнамады десе, оны қазір оны көрейік деп басқа модельді кигізіп бастап, оны алып тастай саласың орнына. Оны ұмыттыру керек қой. Бірақ сен жаттап тұрасың. Сатушы всегда ол жатқа білу керек, ол оны аяқ киім киді ма, оны біліп тұру керек. Бағана мен бір андай сері кидім ғой дегенде, қазір алып келгенде соны әкеліп, наума дейсің да, есен түсіп, осы жақсы болды негізі сізге. Бірақ енді өзіңіз қоймағаннан кейін мына модельді көрсеттік, негізі мына модель жақсы болды деп қайтып соны тығасың да. Сауда деген сондай нәрсе ғой, просто ол андай бір қиын ештеңесі жоқ. Клиентті просто сандалтпау керек. Алғысы келмейтін клиент ол көрініп тұрады, сразу жіберу керек болады. Алам, менің мақсатым мынандай деген сұрасаң, сразу уже кірісу керек болады да. А егер де бос андай бағанағыдай жоқ, мен по-любому полуклассика келдім десем, ондай бізде жоқ. Жалпы спортпен жүгіру, тауға шығатын егер де сондай хоббиіңіз болса, мен сізге енді ақыры келіп тұрса екен біздің магазинге жақсы аяқ киім ұсынайын деп. Сөйтіп көресің, болмады ма, онда қалады ол, короче. Любой адамға аяқ киім кигізіп жүру, любой адамға аяқ киім тығып жүру деген нәрсе жоқ. Просто алғысы келіп тұрған адамды сендер өздерің сезесіңдер, ол уже на чувство көрінеді. Қалай уже киіп бастап арғай не істегенде, сен уже өзіңнен қосасың ғой. Ол аяқ киім туралы не білесің? Қандай жұлдыздар киеді? Примерно оригиналдағы бағасы қанша тұрады? Өзіңнің бағаңды сразу есіне түсіріп, жалпы осы модель келгеніне бір жұма болды, өте жақсы өтіп жатыр. Өзің неше рет саттың, өзіңе ұнайтынын айтасың, сөйтіп кете береді. Адамдармен дұрыс сөйлесу, дұрыс аяқ киім таңдап беру, сосын адамдардың өзінің не қалап тұр, соны таба білу. Всегда клиент прав дейді ғой. Клиентпен ерегіспеу, клиентке сөз андай, не дейді, грубый сөйлеспеу. Одан кейінгі білмеймін. Қазір уже ойыма келмей жатыр. Бірінші әуелі толықтай өзі қарап шығу, бір көз жүргізіп, сосын одан сұрау, не нәрсеге, қандай мақсатта. Бірінші сол сапасын, өзінің киген аяғына удобносы, сосын ары қарай бетін таңдай беру. Сатуға үйреткен үш қасиет: адамдармен сөйлесу, адамдармен тез тіл табысу, адамдардың көңілінен шығу. Осы үш қасиет болса адамда, вот басқа нәрселер керек емес деп ойлаймын, өзім түсінігім бойынша. Ауыстырып кететін болса, мысалы менде
Saucony деген бір брендтің аяқ киімі бар, осы өзіміздің подделканікі. Мен оны әлі багажнигімде жатыр, қазір барсыңдар, багажнигімде отыр да мысалы. Мен онымен марафон жүгіріп шықтым 24-ші жылы. Былай чисто жүгіруге арнап отырмын, ол менде әлі жыртылған жоқ. Бірақ менде кроссовка көп, мен ауыстырып келемін. Егер де прям шешпей киіп тастайтын болса, бір сезон ғой. Ондай да адамдар болады ғой. Курьерларға беретін болсаң, егер де тормоз етіп не істей беретін болса, 2 ай, 3 ай. Таксистке беретін болсаң, кожный беті мынандай треск ету мүмкін деген. Хақиқат. Мынандай сияқты модельдер, таксистер, например, тез жүрту мүмкін. Педаль баса беретін болса ше. Велосипедтегілер, ол смотря қалай. И сосын каждый аяқ киімнің өзінің киюге арналған жері бар ғой. Арғы бетте бізге мысалы жүгірудің модельдері, мына жерде мысалы таудың модельдері тұрған жер, тауға мінетін. Мынау сияқты да, тауға мінетін. Ол қалаға келмейді, например, ше. Сөйтіп ол бөлінеді ғой. Біздіңкілер енді бір кроссовканы алып алады да, до конца тебет. Ол максимум бір сезон келеді. Егер де бір кроссовкамен шығатын болса. Егер де ауыстырылып келетін болса, ол 2 жылға дейін барады. Потому что біз өзіміздің практикамызда, сатушы балдар киіп жүр, например, өзім кием. Менің ана Нұржігіт деген інім, например, ше. Сезонына бір аяқ киім өзімізден, бір сезон киіп шығады, жыртылмайды, бірақ ауылға жібереді да. Новый товар келеді, көздері түседі ала береді. Бірақ бір сезон смело киіп шығады. Тек қана бракованный моменттер болуы мүмкін. Редкий случай, типа клей ашылып кетті, ол редкий случай. Максимум бір жерлер іліп алу, мынандай кейбіреулерден мынандай бауының тағатын жерін мынандай жіп болады, соны жұлып алу, либо кейбір аяқ киімнің өзінің размерін тура алмайтын адамдарда үлкендеу алып қойса, мына жері қажалдына губкасын тесіп шығу. Ол основном үлкендеу алып қоятын адамдар өздеріне кең кигенін жақсы көретін адамдар аяқ кіріп шығып, мына жерлерді көрген шығарсың, мына жерде тесіп шығасың ғой, мына жерде. Ол размер дұрыс таңдамағаннан. Дәл өзінің размерін алатын адамның аяғында аяқ киім ойнамай тұрса, мына жері тесілмейді. Либо біреулер болады, бауын бос болады, аяқ кіріп шығып жүрген жақсы көреді. Фук киіп ала салған жақсы көреді, например, бауын шешпей, бауын тағып не істеп жүрмейді. Солардың аяқ тесіліп жатады іш жағы. Износкіш жағынан табаны бүйтіп ашылып кету, ол жағы болмайды. Ол мен, потому что менің өзімнің сатушыларым киіп жатқаннан кейін мен көремін оларды. Енді 2 жыл киеді деген гарантияны бере алмаймын. 2 жыл мен өзім кие аламын, потому что мен ауыстырып киемін. Менде 2 жыл болды. Осы жақында бір видеода тоже көрсеттім ғой, багажникте мен Saucony деп, аяқ киім кесіп жатқан кезде, мен онымен марафон жүгіріп шықтым, 21 километр. Одан бөлек Қытайда да жүгірдім. Бүкіл жерде жүгіріп шықтым. Былай сапа енді ол бір сезон смело келеді, күнде киетін болса. Бір сезон дегеніміз ол, например, көктемдікті көктем күз, жаздыңда целый жаз, оны күзде де кие береді, ары қарай оны ішке фитнесқа киіп кете береді. Солай ғой примерно. Қазір әлдеқайда мықтырақпын деп ойлаймын енді. Мен ашылып сөйлесуім, мысалы клиентке, келген клиентке дұрыс аяқ киім ұсына алуым әлдеқайда мықтырақ. Қазір мен келгеннен бері көп нәрсені біле алам. Өзіме қалай сенімді болып келдім, ол сенімділік арта түсті деп айтсам болады. Реалитиге келгелі бері мен почти бір мысалы 360 градустен есептейтін болғанда 70 градусқа былай өзгеріп отырмын. Өйткені мен қасымда ортам басқаша, қасымда адамдар басқаша, өмірімде вообще көрмеген адамдар басқаша. В общем, қызық, өмірім прямо өзгеріп жатыр деп айта аламын. Медиаға шығып жатырмын, көшеде көріп бара жатсам, адамдар танып, амандасып брат, осылай сен ба, типа поддержка берген кезде вот эмоция, в общем, зор, в общем. Енді келген кезде совсем ноль болып келдік қой, по идее. Қазір енді адамдармен сөйлесіп, аяқ киім күнделікті аяқ киім сатып жүрген соң уже аяқ киім жағынан опыт бар, мысалы қандай аяқ киім киген дұрыс, сондай качество жағын дұрыс таңдап үйрету, сондай. Біраз опыт келді енді. Бір ай өтті уже. Бір айда біраз опыт жиналды. Мысалы мен аяқ киім киемін ғой. Мен өзім 40 киетін тұғым ғой негізі. Қазір 40 кисем аяғым қысып жатыр да. Бірақ 41 кисем сәл дәу сияқты. Мысалы анау 41-ді мынау осы. Осыны киіп көрдім жаңағыда әбеттен кезде. Что дәу сияқты. Бірақ мынаны кисем қысады аяғым. Соны танай алмадым. Қалай ол, неден ол деп. Оны білмеймін, брат. Честно. Потому что қара бауырым. Әр модельдің, мысалы, мынау өзі бір заводта тігіледі дейікші. Бұл аяқ киімнің колодкасы бар ғой, өзі мынандай пластмасс колодкалар болады, полный. Ол әр брендтіңкі әртүрлі болады да. Бренд дегенде әр заводтыңкі дей салайықшы. И мынаның 40-ы саған кішкентай болуы мүмкін, бірақ басқа модельдің 40 келуі мүмкін да. Ол колодкаға байланысты. Потом ол размерный ряд
негізі әр модельдіңкі барлығы бірдей бола бермейді. Мысалы, түсіндіріп отырмын, мысалы, мынанікі 40 нормальный болмаса саған, кейбір модельдің 40 саған, мынаның 40 нормальный болуы мүмкін. Либо ана жақтағы жүгіретін кроссовкалардың нормальный болуы мүмкін. Бірақ мынаның 40 саған даже 42 нормальный болады. Сондай сияқты әр модельде әртүрлі жүреді, ол колодкаға байланысты, ол заводқа байланысты, ол жерде ешқандай не жоқ. Бұл основном мынау 41, 40, 42 деген мынау подделканың несіндегілер, ол біздің сатушыларға арналғанда бірінен кейін екінші размерін шығарып беруге. Мыналардың арасында иногда енді колодкасына байланысты 0,5 миллиметр емес, бір размердің арасы, может 1 сантиметр болып қалуы мүмкін. Оны тоже біз білмейміз, оны қалай шыққанын. Ол тек осылай. Бір ретте осы завод, например, 40-тан кейін 41 біреуге үлкен шығады, ендігі завод келген кезде басқа заводтан аласың, дәл осы модель, оның 40-тан кейін 41 дұрыс жүруі мүмкін, да? Ол айта алмайсың, короче. Потому что постоянно барлық сол сұрақ қойылған кезде жауап бірдей болмайды, короче. Егерде ол бір оригинал Nike магазинінде болса, мысалға мен Nike-тан барып алатын болсам, ровно 7,5 деген, мен америкалық немен алам өзім. 7 деп тұр мысалы, е? 7 деп жазылып тұр, УК деген, мен соны 7,5 деген размерін алам всегда. Ол 40,5 деген болады. Ол Nike-тың колодкасы полный, как өзі бір заводтың несі болғаннан кейін, оның колодкасы всегда өзгермейді. И мен ол магазинге барсам 7,5 деген алам, и ол мен аяғыма точно келеді. Или біреуге барып аласашы Nike-тан десем, мен оған сол размер айтамын, ол дәл келеді маған. Бізде енді поделка болғаннан кейін олай дәл келтіру қиын, короче. Біз ол жерде заводтың басына тұрып алып тіккізбейміз, олар қай колодкамен сонымен ұра береді, ол поделка ғой не дегенмен. Клиентпен сөйлесуде ең басты нәрсе клиентке не нәрсенің керек екенін анық білу. Бірінші мәселе болды. Клиент келді, не нәрсе, клиентпен не оймен не нәрсеге келгенін білсең, болды, ары қарай проблема жоқ. Келді, сұрады, айтты, болды, көрсеттің, болды. Главный ол жерде клиенттің нәрсесі ғой. Клиент өзіне не керегі біліп келсе болды ғой. Келді, ананы көрді, мынаны көрді, мына екемді, мына екем, 15 екемді көрді, отырады сосын. Не ем, тұрады да WhatsApp-тан бір досына жібереді, қызына жібереді, біреуге жібереді, сөйтіп отырғанда ана енді ол 4 адамға жіберсе, 4-еуі 4 түрлі мнение айтады, отырады да тағы да бүйтіп отырады. Сол үшін бір мысалға адам ойын нақты білу керек деп ойлаймын, что өзіне не керегін. Мәдениетті сөйлесуде, сыпайы сөйлесуде. Клиентпен сөйлесуде шынайылық главное, качество жағынан алдамау, қайсы қандай әкем екен дұрыс көрсету, сол келетін әкем дұрыс көрсету. Ең бастысы сыпайылық, келген клиентті дұрыстап ашу, сыпайы сөйлесу, өзіне керек нәрсені дұрысырақ ішіне жатқан нәрсені шығарып алу бері қарай. Әрқайсынікі әртүрлі ғой. Бізде основном бір-біріне ұқсас модельдердің барлығы табандар кесіліп тұр да, енді пока сендерге үйренуге деп айтайық. Мынау New Balance сияқты табандар, мынаның табаны барлығынкі мына структурада істелінген. Көрсетіп жатайын сендерге. Сондай, мынандай фасондардың барлығы осындай структурада істелінген. Оның барлығын кесе бергеннен смысл жоқ, потому что мен сендерге былай көрсетейін. Мына табан, мынау тұр, просто беті бөлек, моделі бөлек қой, табаны бір, Бізде Қытайдың подделкалары жалпы табандары айналып келген кезде почти барлығы бірдей. Мына табан, осы табанның структурасы бірдей. Мынаменше. Одан кейін мынандай сияқтылардың барлығы бірдейге келеді. Егер де түсінбей жатсаңдар, міне оның несі. Кедылардың барлығы біздің магазиндегі, менің именно өзім сатып тұрған магазиндегі. Барлығының структурасы мынандай болып келеді. Астынан андай губка салынған. Бағана көрсеттім ғой, Nike-та. Мына кедылардың барлығында сондай бар да ішінде. Пустой ма, мынау ма деп жатсаң, мына барлығының ішінде мынандай бар. Мен специально бір модельді кесіп қойып қойғанмын да солайша, чтобы енді барып, мынанікі қандай десе, онда кесіп беріп атпайсың ғой енді. Міне осы оның іші. Ешқандай разница жоқ, осы да оның іші айналып келген кезде. Мыналардікі не деп айтамыз? Мыналар ма? Мыналар ма? Мынау өзі технологиясы ауа қалдыратын Air деген именно езіледі, мынау деп шығарған ғой, мынау мысалы ауа қалады. Ол оригиналдағымен бірдей. Одан кейін бір момент түсіндіріп кетейін сендерге. Егер де, мысалы, мынаның табаны пустой. Мысалы, мынаның табаны ол пустой. 100% мынаның табаны пустой. Бұны кеспейді мен білем. Біздің подделкалар оригиналда қандай, дәл соған айтылайды. Егер де табаны пустой модель болатын болса оригиналда, мынау дәл соған айтылайды. Мынау да пустой. Менің оригиналын кескем, бізде тоже бар ол, мынау да пустой. Егер де бағанағына форстың ішінде
кескеннен кейін ішінде айыр подушкасы болу керек болса, мынау мысалы мынаны force air деген өзінің аты бар ғой. Air деген значит ауа қалады. Ауа қалады деген значит басқан кезде ана подушкасы ауа air деген сөз жұмсақтық береді. Мынаның ішінде подушка бар ма? Менікінде де air деп жазып тұр, менікінде де подушка бар да. Қандай оригиналда болады? Дәл соны поделка қылып жасап шығарады. Бірақ оригиналмен бірдей сапа болмайды, біздіңкі төменірек. Бірақ оригинал егерде пустой болса, ол бізде де пустой болады. Оригиналда подушкасымен анау-мынау ішінде қандай болады? Дәл сондай болады, бірақ кішкене сапасы төмендеу материалдан істелінеді. Егерде оригиналда дәл мынаған, например, мынаның бәрі ауа қалдырған air деп жазылып тұр ғой. Ауа қалған басылған кезде бүйтіп ана амортизацияға жақсы, мыналарда да ауа қалдырған амортизацияға жақсы. Бірақ бұны шеге бірден етіп қалсаң тесіледі. Ол тесілмей андай шыдамды деген нәрсе емес. Оригиналдың өзі де тесіледі. Бұл чисто амортизацияға арналған нәрсе. Егерде оригиналда осылай болса, біз дәл соны қайталамыз. Пустойды пустой қылып шығарамыз, бірдей қылып. Пустой емес қылып шығарамыз, короче. Потому что ол подделка, на то и есть подделка. Мынау менің магазинніңкі. Мынау оригиналы. 79 мыңға сатып алынған. Міне. Мынау оригинал. Мынау подделка. Ішінде мына жері киіз сияқты болса, подделка сөйтіп киіз сияқты істеген. Көрсіңдер ғой. Оригиналдара сондай момент болса, бізде де соны біздіңкі может оригинал сияқты мықты сападағы мынандай губка, андай пенообразный материал емес шығар менікі. Бірақ бұл 20-22 мың сатылады. Мынау 86-85 сатылады. Дәл сондай губка салынған, дәл сол киізі қойылған бетіне, дәл сол системада істелінген. Көрсіңдер ғой. Егерде мынаның табаны оригиналында пустой болатын болса, менікі де пустой болатын еді. Мынау біздіңкінің артына қойылған усиление. Мынау арты қарай, мынау оригинал, біздіңкінің арты қарай емес қой. Мына. Мынау оригиналдың да ішіне салынған сол усиление бірдей цветтері ғана бөлек. Дәл сол пластмасс. Оригиналда қандай усиление қойылады, поделкада соны істейді. Сол үшін егерде сендерден мынаның сапасы қандай десең, дәл-медәл оригиналмен бірдей түрінде сапасы, егерде оригинал 100% мықты болса, біздіңкі бір 60-70% сапа. Бірақ бұдан да төмендері бар, бірақ біздің магазинде кіргізілмеген. Сендер әлі опыт жинавасыңдар ғой, бірден келіп любой сұраққа жауап беремін деген нәрсе емес. Жалпы бұл менің дүкенім екенін ескертіп, сапаларым бәрі тексерілген, кесілген модельдері де тұр. Қарасаңыз болады, біз пока практикадамыз деп ағайда айтып кетесіңдер болады. Жалпы, егерде оригиналда оның сапасы қандай болады, біз соны қайталаймыз. Ол 100%. Мынау пустой, например, деген жоқ. Мен оны білем, бұны кеспей де білем. Потому что оригиналда оны пустой. Біз оған лишний уақыт құртып, оны кесіп көрсетіп жүрмейміз, потому что оның табаны и так-то біз білеміз, да? Бірақ ескертеміз сразу клиентке. Бұл оригиналында өзі сондай. Біздіңкі подделка деген аты болғаннан кейін, дәл соны подделывать етіп тұрған, копиясын жасап тұр ғой енді. Копиясының ішіне біздіңкі оригиналда мықты жасап жүрмейді ғой енді. Өзгерісті байқадым. Сол екінші сабақта түсіндірген ойынша алдына аяқ киімдерді төсеп тастамау. Мысалы 5 түрін сұрадым, 5 түрінде алдына қойып тастамау дегендей. Айтқан өте дұрыс екен, оны енділіп жатырық. Мысалы біз көбіне басында сұрамайтынбыз, қайсысы ұнамай тұр деп. Бәрін алдына жайып қоя бердік. Сол сабақтан кейінгі түсінгеніміз, екі кроссовканы қалдырып, сол екі кроссовкының біреуіне таңдау қалдыруға клиентке. Қалған ұнамайтын кроссовкаларды сұрап, мынау ұнамай тұр ма, мынау ұнамай тұр ма деп, қайттан көз алдынан жоқ қылу. Яда негізі айтып отқан жаңа 70%-тің примерно 60% осы Әлшер ағаның опытымен ғой, потому что опытымен ғой. Потому қалай айтсам болады, адам мысалға Әлшер аға аяқ киім сату саласында пикте тұрма, мен өзімді айта аламын, мопед, доставка, глова жұмысында пикте тұрмын деп айта аламын. Смело любой адаммен глова туралы, мопед туралы, доставка туралы смело любой нәрсесін проблемасын шешіп беруге дайынмын. Мысалы, жаңағындай айтқанымдай, сата білу уже клиентпен сөйлесе алу, клиентпен жұмыс істей алу. Мысалы, бөтен келген бөтен адаммен ашылып сөйлесе алу. Иә. Мысалы, адамға анау сабақты, екінші сабағын үйреткен кезде, мысалы, бүкіл аяқ киімді әкеліп көрсете бермей, мысалы, конкретно бір-екі өмір көрсетіп, сол ұнаған қалдырып, ұнамаған алып тастап деген сияқты жақсы работающий екен, әйтпесе бір адамға әртүрлі көрсете берсін, іздеп кете береді екен дәлше. Бізде барлық модельдерге кесіліп дайын тұр да, жалпы просто көрсетуге ше халық үшін.
Былай уже біз кесіп уже көрсетіп тастағанбыз. Өзіміздікін дәлелдейтін жерде дәлелдеп қойғанбыз. Просто сендердіңкі қазір адамға ыңғайлы аяқ киім тауып беру ғой. Түріне қарап определять етіп, примерно киіміне қарап определять етіп, или неме айналысатынына біліп. Мысалы, көп жүретін видеограф болса, жұмсақтау, ыңғайлы аяқ киім ұсыну. Егер де ол фитнесқа баратырмын дейді, например, мен жүгірумен айналысам дейді. Жүгірумен алдына бір жігіт келіп айтпашы, фитнесқа барам дейді, бірақ самбо кием дейді мысалы. Жоқ, мен осында мен фитнесқа барып жүрмін, нормально киіп жүрмін дейді. Мен айтамын, ол саған болмайды. Мынау хоть усиленный болсын, хоть басқа болсын, сен вес көтерген кезде мынау омыртқаң қисайтып жүреді. Жүрсе кетіп басқасын көрсетесің, жоқ осындай кием дейді. Жоқ, сендер лучше оған енді пофиг, алам деп тұр ғой деп тығыз жүргенше, сендер дұрыс аяқ киім беруге тырысу керек. Фитнес дейді, фитнестің аяқ киімі ана жақта. Допустим, сендерге айтасыңдар, жүгіруге дейді. Жүгіру деген нәрсе ол андай біреулер ойлайды, табан жұмсақ болса болды, жүгіре беремін деп ойлайды. Мысалы ше, мен просто аяқ киімнің структурасын түсіндіріп отырмын. Мен андай бір эксперт по спорту емеспін. Бірақ примерно мен өзім жүгіретін болғаннан кейін білемін де. Мынандай сұрақ тұрады. Жігіттер жүгіруге аяқ киім бар ма дейді. Қаяқта жүгіруге? Беговой дорожкада, далада, тауда, оның бәрі или асфальтта, шпионкада деген сияқты. Мысалы, мынау материалы былай қарасаң, енді қалың ғой жүгіруге дейді. Мынаның. Бұл далада жүгіруге, тас андай, тауға мінуге емес, таулы жерде, шпионка жерде жүгіруге арналған, табан жұмсақ, жалпы жүгіруге арналған. Біреу айтады, мен марафон жүгірем асфальтта дейді. Онда міне, мысалы да, потому что амортизациясы жақсы дейді. Жоқ, мен, например, фитнеста беговой дорожканың үстіне жүгірем дейді. Оған өзіне сөйт кете береді да. Потому что сендер ол спортпен алсам дейді ма, соған сай аяқ киім ұсына білу керексіңдер. Ол нәрсені мен мысалы каждый мен мынаны киіп алып тауға жүгіріп көрген жоқпын, мынаны киіп марафонға жүгіріп көрген жоқпын. Оны сендер жайлап опыт жинайсыңдар. Бәрден андай, мысалы мен неге бұл информацияны айтып отырмын? Ол менің миымнан алып сендерге құйып беріп жүретін емес, потому что уақыт өтеді да мына модель кетіп қалады ғой. Сендер жұмыс істеп жатқан кезде басқа модель шығады. Анау болғанда айтатын едім емес қой, ол сөйтіп дамисыңдар да. Сол үшін бізде бұл система, менің үйреткен сабағым, аяқ киімнің түрлерін айту, оның сапасы қандай болады, олай емес. Потому что сендердің кезеңдерінде бұл модельдер болмауы мүмкін. Түсінесіңдер ма? Сендерге қазір ең керек білім, жалпы, қалай сауданы жүргізу. Типа, мына Nike-ті қалай сату керек, мына Adidas күшті екен, Adidas қалай сату керек, ондай вообще ондай мақсат жоқ. Потому что ол модель бүгін бар, ертең жоқ болып кетеді. Қайтып болады, 5-6 жылдан кейін қайтып сол модель шығарады. Сондай да, модель үйрету ол қызық емес, короче. Сендерге ең бастысы сауда істеп үйрену. Сол моментті вообще естеріңде алыңдар деймін ғой. Основном сендерге керегі қалай 1 теңгені 2 теңге қылу ғой. Қай сапамен жұмыс істеу, оны біз алдыңғы сабақта айтып кеттік. Желательно орта сапамен тезірек байып алуға болады, тезірек опыт жинауға болады. Основном опыт аяқ киім, например, бракованныйлықтармен опытта жақсы жиналады. Уже бір-екі рет, например, шекеңе тиеді, сапа деген түсіне бастайсың, қалай таңдау керек екен, ол жайлап уже вкуске де байланысты, сөйтіп кетеді. Көндіргенде алу деген адам алады ғой аяқ киімді. Кейбіреулері болады андай. Качествосына қарап қалады, бірақ качествосы жақсы екенін түсіндіресің, нетесің, соған қарап алады ғой енді. Так прям есте қалған адам жоқ ондай қатты. Менің ойымша бір кісі болды енді, әйелімен келген. Мысалы, киген аяқ киімі жаңа өзіне ұнайды, бірақ әйеліне ұнамайды. 4-5 модельді киіп көрді. Соңында әйелі мақұл өзің білші деп, сонымен өзің қалағанын алды ғой. Ең қиыны сол, әйеліне ұнамаған. Сатып алғанда клиенттердің қиын ештеңе жоқ. Просто адамдар әртүрлі болады, біреу мінезі не то болады, біреу ананы айтады, мынаны айтады, сондай. Негізі алдында айттым ғой, андай қатты қабылдамаймын өзіме. Біреулер келеді да, бірдеңе айтсаң, бірдеңе айтып, кемсітіп, мына брат, мына аяқ киім мынандай ғой, бірдеңе ғой, мына жері мынандай екен, мына жері. Ілік іздейтін адам тырнақ астына кіріп табады. Ал в общем, адамға байланысты ол. Мысалы, адамды ұнамай тұр ма? Оған ештеңе айтпаймын. Ұнады, ұнамады, вот алмай ма, өзі біледі. Алғысы келіп тұр ма, алады, болды. Мен алдында бірінші күн келген кезде мысалы қалай адамның миын ашпай таңдауды үйреттім ғой. Қалай аяқ киім ұсыну, бағанағы өзінде, азаматқа ұсынғанның өзінде бір аяқ киімді аяғына кигізіп қойып, как будто бұл жерде аяқ киім жоқ сияқты ше, бір аяқ киім киіп алып, соның айналасын айтып отырсың, тек сол аяқ киімнің айналасы деп айтасың ғой.
аяғына киіп тұрған кезінде негізі брат бізде білесің ана жақта күшті бір Nike бар деп айтып керек емес та. Вообще керек емес. Ол анаған қарап тұр, ол тек уже келіп тұр, кеңей ма деген сұрақ уже алғысы келіп тұр да, қысып тұр деп тұр да. Жоқ брат, мен сізге сіздің размеріңізді беремін, уайымдамаңыз. Қалай ұнап тұр ма? Сол әңгіме болды, ұнап тұр десе болды, осыны қынапшайын. Аяғына қарап тұрып, негізі сіздің трикоңызға бізде тағы бір екі модель бар десең, болды ғой, короче. Ақ кетеді, короче, ары қарай кетесіңдер. Дәл сол әңгімені тағы екі аяқ киімге сол историяларға дайын болу керексің ғой. Сен каждый аяқ киімді сату үшін сен оған енді полный прям туылған күнінен бастап сол аяқ киімнің соның аяғына жеткенге дейін тарихын айтып беру керексің ғой, жалпы. Адам оны білу керек қой, не киейін деп жатқанын. Даже бағанағы моменттер табан жағының несі, сапасы, мына жағын бәрін айтып беру керексің. Мысалы, мен New Balance'ды оқыған жоқпын. Мысалы, ол бір рилстан шықты маған. Мен оны жаттап алдым. Оказывается, New Balance олар вообще аяқ киім шығармаған екен. Ол вообще фабрикасын айтайық та. Олар тек қана ұлтарақ, анатомиялық ұлтарақтар шығарған. Олар Adidas, басқа кроссовкалардың ішіне салатын ұлтарақтар болып шыққан екен изначально. Сонымен айналысқан. Сосын оларға идея келген. Мен де аяқ киім шығарайыншы деген сияқты. Аяқ киім шығара бастаған. Олардың аяқ киімдері денсаулыққа өте пайдалы. Сол сияқты сөйтіп информация жиналады. И каждый адамға келген кезде сен уже соны қолдана бастайсың. А чем больше аяқ киім прилажи берген сайын өзіңді қораға кіргізіп жатсың деген сөз ғой. Болмай жатса соның басқа цветін айтып, болмай жатса өзінен причин тауып, постоянно сол бір шалбармен жүре бермес қой ағайын негізі. Аяқ киім бір сезонға жаздық целый киіп шығасың. Қысқа алған аяқ қыста сатсаң, қыста да айтасың. Қыста енді адам деген бір куртка алады, бір аяқ киім алады, бір шапка алады, бірақ шалбар, футболка, свитер ауыса береді ғой аға деп. Сөйтіп әңгіме кете береді. Сондайға несеңдер, адамның миын ашта берген сайын адам алмай қалады. Сол моментті ұмытпаңдаршы, потому что ол ключевой момент. Көп адамдардың, көп новенький сатушылардың проблемасы сол. Ана клиенттің көңілінен шығу үшін магазиндегі барлық затын алдына келіп береді ғой. Түсіндің бе? Қайсынан 41 бар, бәрін шығарып береді. Мынау ше, ағам, мынау ше. Ол сенің мынау ше деген көп модельге көп мән бермейді, оны басын алып қалады просто. Өзімізде алдында мысалы қой алуға бардық. Ана қойды қарайсың, мына қойды қарайсың, неге сиыр союға барған адамымыз ғой. Соңырап тұрған қой соя салайық деп. Қойларды қарап басын алып кетеді, қайсысы 65 еді, қайсысы не еді. Дәл сондай ситуация өздеріңдегідей ол адамның миы ашиды. Сол үшін бір модельді бердіңдер, сол модельді до конца қыздырдыңдар, болмады ма басқасына өттіңдер. Оған ой салмаңдар, короче. Сауда бойынша солай. Көрермендер болса маған менің Instagram парақшама тіркеліңіздер, мені қолдаңыздар. Сол соңғы шешім сіздерден қолдау күтемін. Сол қолдаңыздар. Қызылорда облысы Шиелі ауданы, өзім тұрғылықты таныстарыма, достарыма, мені танитын, мені Нұрдәулет деп танитын бүкіл адамдарға мен жолдаймын, маған қолдау көрсетіңіздер. Мен каждый қолдауларыңызды әрқашан есімде сақтайтын боламын. Егер де сіздерге де мені қолдау керек болатын болса, сол маған жасаған қолдауларыңызды өздеріңізге екі еселеп қайтаруға дайынмын. Сосын бүкіл мопедистерге, ол жігіттерді мен білем, егер қолымнан келетін болса, барлықтарыңыз жағдай жасауға тырысамын. Жігіттер, сендер үшін өзім просто мопед деген нәрседен шыққаннан кейін, вот сендерді сәлеммен сыйлаймын. Сол үшін мені қолдаңыздар, маған айтып тұрмын ғой, комментарий, лайк жазсаңыздар, соның өзі маған үлкен бір мотивация. Каждый комментарий мен үшін үлкен бір, қалай айтсам болады, дем ғой маған берілетін. Мені барынша қолдаңыздар, мен сіздердің сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Біз бір қарапайым қазақтың баласымыз, біздің де өміріміздің өзгеруіне үлес қосқандарыңызды қалаймын. Сіздердің қолдауларыңыз бізге дәл қазір ауадай қажет. Осы бұйырса осы 5 жігіттің ішінен жарып шығуға өзіме сенімдімін. Тек сіздердің қолдауларыңыз маған мотивация болады. Мені қолдаңыздар. Сіздерден көп қолдау күтемін. Осы YouTube арнаға және де Instagram парақшасына тіркеліңіздер, және де менің де қолдап Instagramға тіркеліп, лайк басып, репост жасап отырыңыздар. Алдағы уақыттарда өте қызықты нәрселер болады, және де бұл проекттен кейін де тоже Әлжар ұйымдастырып жатса, сіздер более опытный боласыздар өткен жағдайда. Осымен бүгінгі біздің мини сабағымыз аяқталды. Парақшаға тіркеліп қойыңыз, қолдау көрсетіңіздер. Жалпы осы жігіттерге барлық беріп жатқан білім сізге де пайдалы болуы мүмкін. Менің YouTube парақшама, Instagramға бүкіл не бар соның бәріне тіркеліп, лайк, коммент бәрін патырлап жіберіңіздерші. Рахмет.